Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз өте тез дайындалатын фрикаделки дайындаймыз. Ол үшін қажетіңізше фаршыңызды таңдап аласыз. Содан соң өзіңіздің қалауыңыз бойынша жуа қосамыз. Жуа қоспауға да фарштың өзінен жасауға да болады. Осылайша жуамызды фаршқа араластырып, дәмдеуіштерімізді, тұз, бұрышымызды қосып, мұқият араластырамыз. Барлығы мұқият араласуы қажет. Содан соң дөңгелек пішінді етіп, құттай шариктер жасаймыз. Осылайша біздің фрикаделкиларымыз дайын. Бұны қуырып жеуге де, сорпа қылып дайындауға да өзіңіздің қалауыңыз бойынша дайындасаңыз болады. Осылайша өте дәмді фрикаделкиларымыз дайын. Егер де менің видеом сізге ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет.